Шотаманы Уәлиханның шығармашылық шыңы осындай атаумен сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап кітапхана республикалық конференция өткізді. Танымдық жиында өлкетанушылар мен зерттеушілер бас қосып, ел тарихында елеулі орын алатын тұлғаның өмірі мен шығармашылығын сөз етті. Танымал сәулетші, қоғам қайраткері Шотаман Ыдырысұлы еліміздің бас символы, мемлекеттік елтаңбаны жасап, ел тарихында өшпес із қалдырды. Біздің елтаңбамыздың өзінде сол ежелгі заманның скиф, сақ, қайсақ, полоцы десін, печенеге десін, соның бәрін бір таңбаға кіргізген. Қазақ болу деген мағынасын соны береді. Айналасындағы елтаңбамыз бұндай елтаңба ешқандай мемлекетте жоқ. Шотаман Ыдырысұлының мына 7 томдығын Бәйішев атағына жаңағы библиотекасына, кітапханасына берілді. 7 томдық бұның енді қызы Баян Уәлиханова өзі осы Бәйішев кітапханасына беріп жіберді. Конференцияда ғалымдар Шотаман Уәлихановтың өмір жолындағы өнегесі мен шоқтығы биік шығармашылығына тоқталды. Ол ұлт тарихындағы ұлы тұлғалардың ескерткішін жасап, сәулеті көз тартар ғимараттардың бой көтеруіне сүбелі үлес қосты. Тәуелсіздікке арналған ескерткіші, сондай жұмыстар, сосын мына ядролық жарылыс болғанда Семейдегі ескерткіш, ол да жаңа біздің еліміздің, біздің тұлғаларымыз Шота Уәлихановқа, Тоқаш Бокинге арналған ескерткіштер, Шәкәрімге арналған ескерткіштер бар мысал үшін. Соның барлығы біздің жастарымызды, әсіресе қазір өсіп жатқан, тәуелсіздік өсіп жатқан жастарымызға, студенттерімізге көп мағлұмат береді. Соны біз білуіміз керек, ескеруіміз керек, соны дәріптеуіміз керек. Шотаман Уәлиханов 8 қырлы, бір сырлы, жан-жақты тұлға болған. Ол ғылымның дамуына көп еңбек сіңірді. 2014 жылы 2 томдық шығармалар жинағы шықты. Сонымен қатар Шоқанның анты, Ақнұр атты драмалары республикалық театрларда сахналанды. Жансая Әбдікәрім, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.